Жыл басынан бері облыс жолдарында жаяу жүргіншілерді соғып, оқиға орнынан кетіп қалған 36 жүргізуші тіркелді. Олардың 33-ін тәртіп сақшылары ізін суытпай қолға түсірді. Бұл жайында толығырақ келесі бейнематериалдан көре аласыздар. Өткен жексенбі күні таңғы сағат 6 шамасында Жұмабаев көшесінің бойында жол көлік оқиғасы орын алды. Күңгірт түсті жеңіл автокөлік велосипед жүргізушісін соғып кетіп, оқиға орнынан тайып тұрған. 62 жасар жәбірленуші дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Ауруханадағылар өз кезегінде бұл жайлы полицейлерге хабар берді. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде Toyota Carina E маркалы автокөлік анықталды. Көп кешікпей көлік жүргізушісі де ұсталды. Жол көлік оқиға орнына барған кезде куәгерлерді сұрастыру барысында бейне бақылауды қарағанда Toyota автокөлігі бейне камерада түсірілген. Сол автокөліктерді қараған уақытта әкімшілік полиция басқармасының автокөліктер базасын тексеру барысында 170 автокөлік машинесі шықты. Солар тексеру кезінде қалалық бейне бақылауларды қарағанда соның ішінен түнгі уақытта жүрген Toyota Carina автокөлігі көзге түсті. Көлік жүргізушісі кінәсін мойындады. 24 жасар жігіт жүргізуші куәлігін 2011 жылы алыпты. Жәбірленушіге көмек көрсетпей, оқиға орнынан кетіп қалуым абыржып қалғандықтан деп ақталуда. Его зацепил бампером. Он, получается, упал на капот и разбил лобовое стекло. Я остановился, подошел к нему, увидел, что он живой, но при этом немного орал. Я испугался, сел в машину и скрылся. Я знал, что нельзя было покидать, но просто я испугался. Для меня это было впервые, что получается, сбил человека. Ни разу такого не было, поэтому я испугался, скрылся с места ДТП. Жүргізушімен сөйлесу уақытында ол өзінің дәл сол жол оқиғасына қатысты екенін дәлелдеді. Оның тағы да автокөлігінде алдыңғы шынысы сынған болды. Қазіргі кезде әкімшілік іс қозғалып, жиналған материал Петропавл қаласының сотына жіберілді. Облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасы іздестіру бөлімінің ақпаратынша жыл басынан бері өңір жолдарында болған 288 жағдайда жүргізушілер оқиға орнынан ізін суытқан. Олардың 80% табылып, жауапқа тартылды. Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірлеген. Тоқтар Ғалым.